Мен Сарысу ауданы Ақтау орта мектебінің 9 сынып оқушысы Асылбекова Ақниет, жетекшім биология пәні мұғалімі Қасенова Айгүл апай. Бүгінгі біздің алып отқан номинациямыз ол жасыл мектеп номинациясы. Осы номинацияны алып отқандағы менің басты мақсатым ол оқушылардың табиғат әлеміне қызығушылығын дамыту және өсімдіктер туралы білімдерін кеңейту, оқушыларды табиғатты аялауға және қоршаған ортаны қорғауға баулу. Сонымен қатар шағын жылыжайды дамыту арқылы экологиялық өнімдерді алып ауылдағы бәсекеге қабілетті шаруашылықты құру, табыс алу мақсатымен жабық топырақты көкөніс өнімдерін жыл бойы шығаруды қамтамасыз ету болып табылады. Жобадағы міндетім оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту, салауатты өмір салты дағдыларын қалыптастыру және практикалық бағдарлы оқыту қағидатын жүзеге асыру мақсатында жасыл желектер мен гүлдер отырғызу. Менің осы номинацияға жасалған қалдықтардан жасалған жобам. Бұл жерде бізде шағын жылыжай көрсетілген. Шағын жылыжайда өсімдіктерді жылы сумен суару керек. Сол себепті біз жел электр энергиясын ала отырып су қорын жылытамыз. Сол арқылы біз көшеттерді суарамыз. Мен осы қалдықтар арқылы көшеттерді қалай суаратынымызды көрсеткім келді. Бізде бірінші бағанда өсімдіктер мен жеміс ағаштары көшеттері отырғызылса, екіншісінде көкөністер, яғни қызанақ, қияр секілді көкөністердің көшеттері отырғызылған. Шағын жылыжайда өсірілген көшеттер бізде экологиялық дүкенге барады. Экологиялық дүкеннен бізде ауыл тұрғындары тиімді бағада сатып ала алады, және де экологиялық дүкенге түскен табыс арқылы біз өзіміздің мектебімізді дамыта аламыз. Осы экологиялық дүкеннен алынған көшеттер немесе ағаштар арқылы біз өзіміздің ауылымызды көгалдандыра аламыз. Жылыжайға мынандай материалдарды қолдануға болады. Қаңқасы жүзді поликарбонаттан және пластик құбырларды алуға болады. Менің жағдайымда менің жылыжайымның бір секциясы 2,1 метр, ал ауданы болса 100 квадрат метр болып табылады. Жылыжайдың ені 5 немесе 6 метр, ал ұзындығы 13-15 метр. Биіктігін 2,5-3 метр болады деп есептеп отырмыз. Жылыжайды өсімдіктерді суару үшін су жылытатын 2-3 куб метрлік ыдыс орналастырамыз. Мектебіміз су көзімен қамтылғандықтан сол суды жылытып пайдаланамыз. Осы номинацияны қорытындылай келетін болсақ, бұл жобаны жасауға болады. Себебі осы жоба арқылы біз өзіміздің ауылымызды, мектеп ауламызды көгалдандыра аламыз, және де оқушылардың табиғатқа деген махаббатын ашып, теориялық білімдерін практикада тексере аламыз.